Всем привет! Менің аты жөнім Базаржан Алтынай. Барлықтарына сәлем, менің аты жөнім Дүйкенбай Жайзира. Сәлеметсіз бе? Менің атым Қадырхан Тамирис. Менің атым Нұрқасым Жанерке. Менің есімім Нұрай болады. Менің атым Әскербай Аяру. Менің аты жөнім Алиасқар Аружан. Аты жөнім Ализа Бауыржанқызы. 16 лектің 2 тобында оқимын. Мен 16 лекте 3 топта оқимын. Мен 14 лек 4 топта оқимын. Мен қазіргі таңда 14 лек және де 5 топта оқимын. Курста маған ең ұнайтыны ол дайын конспекттер. Шынымен уақыт кәдімгідей үнемделеді. Атмосфера, тест талдау 2 рет болғаны өте қатты ұнайды. Пробе мектебіндегі платформаның дизайны, жұптық жұмыс және куратордың бақылауы, Малика апайдың түсіндіруі қатты ұнады. Сондықтан да осы пробе мектебін таңдадым. Малика апайдың сөйлегені, түсіндіргендері өзіміздің, яғни былайша айтқанда жастардың тілімен түсіндіреді. Малика апайдың сабақтары өте түсінікті. Әрбір түсінбейтін адамның өзі жақсы көретін деңгейге дейін жететін түсіне алады. Куратордың қолдауы барлығы өте жоғары деңгейде. Себебі біріншіден Малика апайдың ең алдымен мен 9 сыныпта көрген болатын. Госэкзаменға дайындалып жатқан кезде, сол кезде пестицидтер деген тақырып болған. Сол тақырыпты көріп, апайдың күшті түсіндіргенін байқадым. Сол сәттен бастап апайға жазылып, 11 сыныпқа барғанда апайды таңдадым. Апайдың конспекттері, нұсқа талдаулары барлығын ютубтан үзбей қарадым. Жақсы түсіндіргендіктен апайды таңдауым болады. Так, ең бірінші себеп менде ол Малика апайдың өзінің авторлық методикасы. Себебі менде басты проблемам ол биологияны түсіну болатын да. Кітапта мысалы қиындатылып берілген, ал Малика апай оны жалпақ тілмен оңай ретінде түсіндіреді. Сол себептен ол маған өте бір пайдалы болды десем болады. Және де конспекттеріне тек қана дайын конспекттен бұрын ішінде өзінің арнайы суреттермен береді. Качественный сабақтар ұнады, және де дайын конспект ол ең бастапқы себептердің бірі. Менің кураторым Набира апай. Кураторымның аты жөні Әлия. Негізі былай кураторсыз оқыған кезде адам андай бір өзін тастап жібереді да ше. Керек андай как будто бір неде оқығысы келмейді, кейін оқиын, кейінге қалдыра беремін. Ал куратор бізде күнделікті мысалға күнделікті жазып отырады, осындай дедлайнға осындай сағат қалды, осындай уақыт қалды, мен сендерге сенемін, осындай бітіресіңдер деген сияқты дедлайнға деген сияқты. Солай кішкене мотивация беріп отырады да. Маған қатты ұнайды, әрқашан жазған кезде өзін қолдауын беріп, қарап, түсіндіріп, барлық нәрсеге түсіністікпен қарап, поддержкасын аямайды. Бізде ең керемет куратор деп айтсам болады. Біздің Али апай, ол бізге әрқашанда өзінің білгенін айтады. Бізге әрқашанда көмектесуге тырысады. Зачетта да бізге түсінбей жатсақ, соның бірінші әрпін айтып подсказка береді. Және де біздің Али апай ең жақсы апай. Әрине, Али апайымның маған поддержкасы ұнайды. Себебі интернетте оқығаныма қарамай, маған поддержкасын беріп отырады. Зачетта, допустим, кіретін менің уақытым сай келмесе өзгертіп беріп отырады. Және де отношение өте керемет. Өте керемет көмектесті. Потому что, знаете, вот тревога или бір выгорание деген нәрсе әрбір оқушыда болады. 11 сыныпта и маған сол кезде өзімнің кураторымның советтері көмектесті. Бұл өте влиять етеді. Мен ұсынар едім, потому что бұл платформа, жалпы Малика апайдың сабақтары, видео сабақтары, жалпы тест талдауы өте қызықты. Сондықтан да сен де оқы. ОБТ тапсыратын түлектерге мен Малика апайды айтар едім, что биология таңдап жатқан болса, яғни биология, химия, биология, география деген сияқты. Себебі ол кісінің түсіндіруі өте андай бір жеңіл түрде да. Адам қайтайын біреумен бүйтіп әңгіме айтып отқан сияқты боласың негізі, бүйтіп әңгімесін тыңдап, өте ол өзінің өміріндегі бір қызықты әңгімелерді айтып отқан сияқты болады. Артықшылықтары көп, тура бағана осы айтқан дайын конспекттер, тест талдау 2 уақыт, Малика апаймен бізде еще байланыс бар, оған сұрақ қойсақ та болады. Және кураторлар ерекше вайб, тағы айта берсем көп. Иә, барша биология таңдап отырған оқушыларды осы пробио курсын таңдауға шақырушы едім. Себебі осы 6 айлық курс 6 ай болады. Сол 6 айдың ішінде смело былайша айтқанда биологиядан 50-50 балл алуға мүмкіндіктерің болады. Екіншіден, жалпы уже 2 айдан астам уақыт болды менің қатысып отырғаныма. 2 айдың ішінде 30+ баллды пробныйдан жинап жатырмын. Сондықтан да егер тура осындай нәтижені көргілерің келсе, пробиоға келіңдер. Я, мен кеңес беруші едім. 100% кеңес беруші едім. Қазір де беріп жүрмін, себебі Малика апайдың методикасы өте ерекше. Әрине ұсынамын. Өйткені
Қазақстандағы номер 1 курс деп айта аламын. Мұндағы ең басты уақыттарыңды үнемдейтін дайын конспект, так что ойланыңдар. Берер едім, себебі мысалға тек қана түлектерге емес, мен параллель оқитын қыздарға да мен мысалы рекламировать етем. Себебі Малика апайда оқыған адамдар, оқушылар мүлдем өкінбейді. Малика апайдың мысалы жаңа конспекттері 70% уақытты үнемдейді. Малика апайдың еще четкая ғой, каждый раз қадағалап отырады группаны, оқушылармен сөйлесіп отырады, керек жағдайда өзінің мотивациясына беріп отырады, және нұсқа талдаулары үлкен пайдасын тигізеді, және де жұптық жұмыс